Мен мұнда бір тақырып туралы сөйлесуге келдім. Төтенше жағдайда қан кетуді қалай тоқтатуға болады? Сіз жолда өтіп бара жатқан адам болуыңыз мүмкін. Біреуді көлік қағып кеткенін көресіз. Бала құлап қалуы мүмкін, немесе ересек адам құлап, кенеттен қан кетуі мүмкін. Сонымен не істеу керек? Есте сақтау керек бірінші нәрсе, қан кетіп жатқан жерге қысым жасауға тырысу. Бұл барлық тромбоциттер мен қан үю факторларын, яғни қан кетуді бақылауға көмектеседі. Факторлар мен ақуыздарды сол жерге көмекке келуге көмектеседі. Сондай-ақ, бұл қан жеткізіп тұрған артерияның немесе қан тамырының ішкі бөлігін немесе люменін азайтады, немесе жабады. Сондықтан қан кетуді дереу тоқтатады. Егер бұл терең ашық жара болса, таза шүберек алып, оны жараға тығып, содан кейін қысымды сақтауды қамтамасыз ету қан кетуді мүмкіндігінше ертерек тоқтатуға көмектеседі. Бұдан басқа, егер сізде аздап тәжірибе болса, таза шүберек алып, біз турникет деп атайтынды байлау, бұл қолданылатын қысым ғана. Проксималды, яғни жарақаттан денеге жақын жерде. Мысалы, біреудің саусағы кесілген болса. Қан жеткізу әдетте қолдан саусаққа келеді. Сондықтан денеге жақын жерде қысым қолдануды қамтамасыз ету. Осы саусаққа қан жеткізуді азайтып, осылайша қан кетуді азайтуға көз жеткізіңіз. Әрине, айналадағы адамдардан, көмекшілерден көмек сұрауға тырысыңыз, және шұғыл қызмет нөмірлеріне қоңырау шалыңыз. Шұғыл қызметтің мүмкіндігінше тез жетуін қамтамасыз етіңіз. Егер ол кішкентай қан кету болса, мысалы, мұрыннан қан кету, қысымды мұрынның ұшына қоюды қамтамасыз етіңіз. Науқастың алға еңкейіп, қанды жұтпай, аузын ашып, дем алатынына көз жеткізіңіз. Осылайша қан олардың асқазанына кірмей, оларды ауыртпайды. Егер бұл қысымдан кейін кем дегенде 5 минут өткен соң қан кету тоқтамаса, осы уақытта науқасты жақын маңдағы ауруханаға немесе шұғыл көмек бөлмесіне мүмкіндігінше тез жеткізу үшін көлік ұйымдастыруға тырысуыңыз керек. Шұғыл жағдайда қан кетуді қалай бақылау туралы басқа сұрақтарыңыз болса, бізге хабарласудан тартынбаңыз. Рахмет сізге.